Знакомая ситуация. Қайырлы таң көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Дәл қазір студия қонағымен таныстырып өтейін. Жазушы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Қуандық Түменбай. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Таңертеңгілік көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Таңертең әрине жақсы көңіл күйіміз, өте жақсы деуге болады. Аға, ерте тұрған еркектің ырысы артық деген сөз бар. Ал сіз өзіңіз күнделікті сағат нешеде оянасыз және таңғы уақытты қандай шаруаларға арнайсыз? Мен ерте оянам. Таңертең осы кейде Аманқан Әлім деген ақын досым бар. Сол оятып жібереді таңертең. Шығармашылық адамның тіршілігі белгілі ғой. Қандай жаңа шығармалар жазылды, әдебиетте қандай жаңалықтар болып жатыр, қоғамда қандай өзгерістер болып жатыр. Осы төңіректе әңгімелер қозғаймыз. Шыңғыс Айтматов таң бозымен оянып, далаға шығып серуендеймін. Сол кезде жазып жатқан шығармама қатысты сюжеттер ойыма оралады деген екен бір сұхбатында. Ал сіз қай уақытта қолыңызға қалам ұстайсыз? 70-ші жылдары бәрімізді Айтматовқа еліктедік. Айтматов деген ол құдірет. Әрине таңертең басталады. Жақсы нәрсенің бәрі таңертең басталады. Өзі таңғы асты тәтті болады ғой. Сол сияқты өзі жақсы әңгімеде, жақсы өлеңде бәрі таңертең жазылады. Таңертең бастаймыз бәрін. Айтматов енді ол әлем әдебиетінің алыбы. Өзі не жазсақ та Айтматовқа еліктеп жаздық кезінде. Қазірге дейін тіптен мына жаңадан ашып жатқан журналымызға дейін Айтматовтың журналына еліктеп шығардық кезінде. Аға, уақытты үнемдеудің қандай тәсілімен бөлісер едіңіз? Адамдардың көпшілігі мысалы күнді жоспарлап, арнайы күн тәртібі бойынша жүру керек деп айтады. Ал сіз не деп ойлайсыз? Енді уақытты біз уақыттың қадірін білетін адамбыз ғой. Кезінде мысалы социализм заманы дейді. Социализм заманында осы уақытты үнемдей білген біз болдық. Таңертең сабаққа барамыз, онан кейін шығармашылықпен айналысамыз, онан кейін спортпен айналысамыз. Әйтеуір уақыттың қадірін білген біз болдық. Ал қазіргі осы балаларымызға қарасақ, жастарымызға қарасақ, уақыттың қадірін біздей білмейтін сияқты. Сонда сіз жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Жастарға айтарым, уақытты кәдімгі 24 сағаттың қадірін білу керек. 24 сағаттың қадірін білдер едім жастарға. Аға, бала кезіңізде спорттың қандай түріне жақын болдыңыз? Мынау біздің кезімізде жұдырықтасу деген спорт болды. Әбдісәлі Нұрмаханов деген боксшы шықты атақты. Бәріміз соған еліктедік. Кәдімгі Қазақстанның чемпионы болды, СССР-дің чемпионы болды. Сол жұдырықтасу біздің ең бірінші еліктеген спортымыз болды. Аға, дәл қазір әңгімемізді үзе тұрып, ерекше есімдер айдарына кезек берейік, ал сұхбатымызды одан кейін жалғастыратын боламыз.